Қайырлы күн, сиқырлы ілмектің сүйікті көрермендері. Бүгін біз екі жіпті араластырып, үйге киетін аяқ киім тоқып шығарамыз. Бізге осындай екі түс керек. Осы екі түспен біз үйге киетін аяқ киім тоқып шығарамыз. Және бізге осы жерде ілмек пен қайшы керек болады. Біз бұл жерде ілмектің екінші өлшемдегі ілмекпен тоқимыз. Және осындай табан керек бізге. Енді осы жерден қай жерден тоқу керек екенін өлшеп аламыз. Осылай табанның жібінен ілмегімізді өткізіп, жібімізді осылай ілмекке іліп алып, осылай шығарып, бірінші жақсылап түйіп аламыз. Енді осы жерде артылған жібін бірге алып тоқимыз. Мінекей, сіздерге түсінікті болсын деп жақынырақ түсірейін. Ілмекке жібімізді іліп алдық. Табанның жібінен өткіземіз. Артық жіпті қосамыз. Ілмекке іліп жібімізді шығарамыз. Ілмекте 3 жіп, бірінші 2 жіптен іліп алып көтереміз. Және қалған екінші жіптен 2 жіптен іліп алып тағы бір көтереміз. Міне, тағы іліп алып шығардық. 1 іліп көтердік, 2. Мінекей. Осылай аяқ жағына дейін осы әдіспен тоқып шығамыз. Бұл жерде біз енді табанның жібінен бөлініп тұрған осы жіптерден 2 рет іліп алып тоқисыздар. Егер сіздердің тоқып жатқан аяқ киімдеріңіздің өлшемі үлкен болса, мысалы 42-43, 44-45 болса, онда жіптерден 3 рет іліп алып тоқсаңыздар болады. Осылай бір қатар аяқ жағына дейін тоқып шығамыз. Келесі бетіне дейін тоқып аласыздар осылай. Мінекей, осылай келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Келесі бетіне дейін тоқып алдық. Келесі қарама-қарсы жағына дейін тоқып алдық. Мінекей, осылай жібімізбен өлшеп аламыз. Енді келесі қатарымызды тоқимыз. Осылай жоғарыға қарай 1 рет іліп алып, табанды өзімізге қаратамыз. Енді ілмекке жібімізді іліп, екінші көзімізден іліп алып жібімізді, екінші қатарымызды осылай тоқимыз. Бірінші қатарымызды қалай тоқыдық, дәл солай екінші қатарды дәл солай тоқимыз, сол әдіспен. Мінекей, ілмекке жібімізді іліп алдық. Көзімізден өткізіп, жіпті іліп шығарып, ілмекте 3 жіп, бірінші 2 жіптен, қалған ілмектегі 2 жіптен өткізіп, екінші жоғарыға қарай көтереміз. Мінекей, іліп шығардық, 1 іліп алдық, және мінекей, ілмекте 2 жіп, содан тағы 1 іліп алып, жоғарыға қарай көтереміз. Мінекей, 1, 2. Осы әдіспен аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Енді сіздерге 3-ші қатарды басқа түсте тоқылып жатқан жіптен көрсетемін. Себебі 3-ші қатарым дұрыс түсініксіз түсіріліпті. Сол себепті сіздерге түсінікті болу үшін мінекей, осылай 2-ші қатар тоқып біткеннен кейін мінекей, осылай 1, 2 көтеріп, 2-ші қатарды тоқып бітесіздер. Осылай 1 іліп аласыздар. Өздеріңізге қаратасыздар.
Енді бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей, екінші көзден өткіздік, іліп алдық, ілмекті 2 жіп, осылай бір рет қана іліп аласыздар. Мінекей, осы әдіспен аяқ жағына дейін тоқып, 3-ші қатарымызды аяқтаймыз. Менің каналымда осы түспен тоқылған, бір түсте тоқылған, осындай үйге арналған аяқ киімнің сабағы бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Енді арғатай өзіміздің қандай түспен тоқып бастадық, сол түспен тоқылып жатқан, аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Сол түспен тоқылып жатқан сабағымызды арғатай көрсетеміз. Мінекей, аяқ жағына дейін тоқып апарып, жақсылап түйіп тастайсыздар сол жерде. Мінекей, енді беткі жағын тоқуды бастаймыз. Бұл жерде біз ең бірінші қандай түспен тоқыдық, дәл сол түспен бірінші қатарын сол түспен тоқимыз. Ортасын дәлдеп аламыз, сол жерден 8 көз санаймыз. 8-ші көзімізден мінекей келесі араластырып тоқитын жібіміздің түсі осындай. 8-ші көзімізден ілмегімізді өткізіп алып, осылай жібімізді шығарып, жақсылап осылай бірінші түйіп аламыз. Артық жібін бірге тоқып отырамыз. Ілмегімізге жібімізді іліп алып, бір көз тастап, 2-ші көзімізден осылай іліп алып, мінекей, жоғарыда 2 рет көтереміз. Дәл сол жерге тағы 1 рет тоқимыз. Мінекей, іліп шығардық. 1, 2. Басында қалай тоқыдық, дәл сол әдіспен тоқисыздар. 1, 2. Ортаға 1 көз тастап, 2-ші көзімізден осылай, мінекей, 2-ші қатарымызды тоқимыз. Ортаға 1 көз тастаймыз, келесін тоқимыз. Мінекей, 1 таяқшамыз, дәл сол жерге тағы 1 таяқшамызды тоқимыз. Мінекей, осындай әдемі өрнегіміз шығады. Ортасына 1 көз тастап отырасыздар. Мінекей, 1, 2. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Бұл жерде бізде енді 6 көз болу керек. Мінекей, мінекей 5 көз тоқып алыппыз. 5-шісі, неге 6-шысын тоқиып деп жатырмыз. Бұл соңғысы. Мінекей, бір жерден 2 рет іліп алып тоқимыз. Және ортаға 1 көз тастап, 2-ші көзден осылай іліп алып, жақсылап бекітеміз. Мінекей, осылай жібімізді тартып, не жіптен, не табанынан өткізіп аламыз. Және жақсылап түйіп тастайсыздар. Енді осы жерде 2-ші жібімізді қосамыз. Осылай 3 көз санаймыз. 3 көз санап алғаннан кейін, сол тоқып жатқан жібімізді іліп шығарамыз. Осылай жақсылап, ортада қалатын жіпті жақсылап өлшеп аламыз. Енді қосатын жібімізді алып, 2-шімізді осылай іліп шығарамыз. Мінекей, артық жіптерін осылай
тартып отырып, іліп алып, мінекей. 1, 2. Және жіптерін тартсаңыздар, осылай. Артық жібіміз неге көрінбей қалады. Осылай бір жерге 2 рет іліп алып тоқимыз. Артылып қалған жіптерді осылай бірге ортасына тоқып кетесіздер. Осылай әрбір көздің ортасына тоқып отырамыз. Бұл жерде енді тоқып жүрген қыз-келіншектер, апалар бірден қолын қимылынан түсініп алады, қалай біріктіру керек екенін, қалай тоқу керек екенін. Ал енді бастап жатқан кісілер түсінбей жатсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар, сұрақтарыңызға жауап беремін. Егер бұл жерде мен дұрыс түсіндіре алмай жатсам сіздерге. Осылай екінші қатарымызды аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, соңғы қатарымызды тоқыдық. Енді 3 көз санап, 3-ші көзден іліп шығарып, ортасындағы жібімізді қалдырамыз. Осылай іліп шығарамыз. Мінекей, осылай жақсылап іліп шығарып алғаннан кейін, табаннан осылай жібімізді өткізіп, мінекей, осылай жібімізді тартамыз. Ортасында келесі түстегі жібіміз қалу керек. Мінекей, осылай жақсылап тартып, түйіп тастайсыздар. Енді 3-ші қатарымызды тоқимыз. Ол 3-ші қатарымызды енді мінекей, келесі түспен тоқимыз. Осылай келесі түсімізді алып, 3 көз санап, 3-ші көзден іліп алып, ілмегімізді осылай жібімізді шығарып, ортасын мінекей, ортасын жақсылап белгілеп алғаннан кейін, мінекей, осылай тоқуды бастаймыз. Мінекей, шет жағынан осылай іліп аламыз. 1, 2. Осы жерге мінекей 2 рет тоқимыз. 1, 2. Мінекей, келесі көзден іліп алып, 1, 2. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, 3-ші қатарымызды тоқып аяқтадық. Осылай 3 көз санап, мінекей жібімізді іліп алып шығарамыз. Ортасында келесі түстегі жібіміз қалады. Осылай жібімізді тартып, не табаннан, не жіптен осылай өткізіп аламыз.
Мінекей осылай өткізіп, жақсылап түйіп тастайсыздар. Осылай түйген кезде ортасында келесі түстегі жібіміз қалу керек, орта жағында. Мінекей осылай жақсылап түйіп тастайсыздар. Енді келесі түстегі жіппен тоқимыз. Осылай 3 көз санаймыз. Келесі жібімізді аламыз. Осылай іліп алып, ортасын осылай өлшеп аласыздар, жақсылап. Мінекей. Осылай шет жағынан іліп алып, мінекей бір жерден 2 рет іліп шығарып, 1, 2, мінекей. Осылай келесі түстегі жібімізбен аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, 4-ші қатарымызды тоқып болдық. Енді 3 көз санап, 3-ші көзде мінекей ортасына жібімізді қалдырамыз. Мінекей осылай іліп шығарып, жақсылап түйіп тастаймыз. Мінекей табаннан өткіземіз осылай. Мінекей осылай тартып түйген кезде келесі түстегі жібіміз ортасында қалу керек. Сол ортасында қалған жіппен келесі қатарымызды тоқимыз. Осылай 3 көз санап, мінекей іліп шығарып, осылай 5-ші қатарымызды тоқимыз. 5-ші қатарымызды жартылай тоқып көрсетемін сіздерге. Енді арғатай өздеріңіз аяқ жағына дейін тоқысаңыздар. Сіздерге енді соңғы қатарды тоқып жатқан жерін көрсетемін. Сіздер өздеріңіз 2 түсті араластырып, аяқ жағына дейін тоқысаңыздар. Әрбір 3 көзді санап, сол жерден алып, тоқи бересіздер. Мінекей, аяқ жағына дейін тоқып алдық. 10 қатар тоқыппыз. Мінекей 10, енді 11-ші қатарымызды тоқимыз. Мінекей, енді біздің соңғы қатарымыз. Қандай түспен бастадық? Дәл сол түспен тоқимыз. Мінекей, ортасын міндетті түрде осылай жақсылап өлшеп алыңыздар. Жіптеріңіз тартылып қалып, тоқып жатқан кезде аяқ киімдеріңіздің формасы өзгеріп кетеді. Немесе тоқып жатқан адамның аяғына симай қалады. Мінекей, осылай
әрбір көздің ортасынан іліп алып, осылай тоқып отырамыз. Әр түрлі түсте тоқсаңыздар болады. Мысалы, қызыл түс пен ақ түс әдемі көрінеді. Бұл жерде сіздер суық түс пен, мысалы, ашық түсті қолданып тоқисыздар. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Мінекей, аяқ жағына дейін тоқыдық. Осы жерде бізде енді мына түсімізді осылай бітті. Енді бұл түспен біз тоқымаймыз. Осы міне ашық түсті сарылау келген түсімізді, жібімізді, осындай түсті жіпті осылай сол өз түсінің тоқылған жеріне қарай жасырамыз. Осылай жасылап түйіп тастайсыздар. Әрбір жерден өткізіп, мінекей осылай жасырып түйіп тастаңыздар. Осылай жақсылап түйіп тастағаннан кейін арғаттай соңғы қатарымызды тоқимыз. Мінекей, жасырып түйіп тастадық. Енді соңғы қатарымызды аяқтап тоқимыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, соңғы қатар біз тоқып біттік. Енді келесі осылай тағы бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей, осылай мінекей осы әдіспен бір қатар тоқып шығамыз. Осылай тоқысаңыздар, аяқ киімдеріңіздің бет жағы өте әдемі, тегіс көрінеді, және алды созылып кетпейді. Сол себепті міндетті түрде бір қатар осылай тоқып шығыңыздар. Мінекей, тоқып аяқтап, жақсылап түйіп тастадық. Енді осы артылған жібімізді жақсылап жасырып тастаймыз. Ары-бері өткізіп, жақсылап жасырып, түйіп бекітіп тастаймыз. Мінекей, осымен біздің осындай екі түсті араластырып тоқыған үйге арналған аяқ киіміміздің сабағы бітті. Осылай әдемілеп, басқа түстермен әдемілеп осылай тоқып алсаңыздар болады. Мінекей, өте әдемі үйге арналған аяқ киімі шықты. Өздеріңіз осылай тоқып алсаңыздар болады. Әр түрлі түсте тоқысаңыздар болады. Менің бүгінгі таңдаған түсім осындай түс болды. Енді сіздер де өздеріңіз басқа екі түсті араластырып, әдемі үйге арналған
осындай керемет аяқ киім тоқып алсаңыздар болады. Біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау шамына басып қойыңыздар. Және де бұның алдында түсірген көптеген сабақтар бар. Сол сабақты арнама кіріп көрсеңіздер болады. Және де алдыда әртүрлі сабақтар шығады. Сыртқа арналған, үйге арналған және ойыншықтан жасалған әртүрлі сабақтар шығады. Сол себепті арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Келесі сабағымызда кездескенше.